Сәлеметсіздер ме? Құдайберді Жұбанов атындағы Ақтөбе университетінің физика-математика факультетінің информатика педагогика білім бағдарламасының 4-ші курс студенттері Әзімханова Аралым, Жұбаныш Орталап, Орынқұлов Рахманның дипломдық жұмысы. Біздің дипломдық жұмыстың тақырыбы телеком интернет провайдер үшін веб-қосымша әзірлеу. Бұл біздің веб-сайтымыз. Бұнда ең бірінші сайтқа кіру керекпіз. Мен бұған ерекше жасағам. Сайтымызға кірдік. Әр қолданушының өзінің жеке кабинеті болады. Жеке кабинетте бізде менің жазылымдарым, төлемдер және жылдамдық тестер және қолдау, желі күйі сияқты батырмаларымыз бар. Ең бірінші ол біздің төлемдер бөлімі. Яғни біз төлемдер арқылы өзіміздің шотымызды толтырамыз және сол толтырылған ақша арқылы жаңа тарифтер, жаңа жазылымдар қоса аламыз. Ол үшін бізге толтыру суммасын және картаның номерін басу керек. Мысалы, құпия сөздерін. Біз 3500 теңге толтырдық. Және біз сол арқылы өзіміздің жазылымдарымызды таңдаймыз. Менде бұл қазіргі тарифтер, біз ол тарифтерді өзгерте аламыз. Мысалы, бізге мобильдік безімейді деген, мысалы, мобильдік байланысқа арналған жазылым болса, оны таңдаймыз. Және бізде әр тарифтің өзінің бағасы және де ұсынылатын условиясы көрініп тұрады. Қосыламыз. Және біздің жеке кабинетімізде тұрады. Мобильді безімейді. Бізде сонымен қатар бұл қолданушылардың әрқайсысында өтініштер тарихы бар. Яғни біз өзіміздің жеке проблемамызды, мысалы, интернетке байланысты проблемамызды осы жаққа жазып, админдерге жібере аламыз. Сонымен қатар біздің сайтымызда админдерге арналған бөлек админ панель бар. Ол үшін бізге админнің несіне кіру керекпіз. Бізде админ панельдің ерекшелігі, ол бізде платформадағы қолданушылардың тізімі және де олардың жазылымдары және ашық тикеттер, яғни қазіргі таңдағы қолданушылардың сұраған көмектері. Бізде маяқта, мысалы, біз әр қолданушының жасаған төлемдерін немесе толтырған ақшаларын көре аламыз. Бізде ашылып, ол бізде, мысалы, маяқта әр қолданушының өзінің жеке жіберген тикеттері, яғни проблема интернеттің жасамауымен, интернет байлығымен есепті. Админ панель осыларды қарап шешеді, сосын кейін мысалы жабады. Яғни біздің сайтымыз қазіргі таңдағы интернет қосу мен проблемаларды тез және өте тиімді шешу үшін арналған. Яғни біз осы сайтымыз арқылы ешқайда бармай-ақ, ешқайда соқпай-ақ, осылай өзіміздің проблеманы шеше аламыз. Және админдер осыларды сайтта көре алады. Сайтымыз.